Общем, бәріңе сәлем. Сіздермен бірге мен Джейк. Балдар, бүгін біз сына келеңші жағдайды сіздерге. Сіз білмейтін шығарсыздар, бұл ютубқа шығарым, короче айтқанда, елес спортзалда елес бар деп. Мен соны дәлелдейін деп отырмын қазір. Короче айтқанда, балдар, осындай бір немен түсіріп көріңдер. Міне, айналым бәрін қараңдар, осындай қара нәрселер аппақ болып көрсетеді. Балдар, бірақ нот деген өте шын. Сіздер бұған өтірікте комментарий жазбаңыздар. Бұл өте міне еще мына жерде тағы нәрсе бар. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Сіздер анықтап қарасаңыздар, бұл видеоны мен екінші видеомда бар. Бұл деген екінші видеомда вообще жоқ бұл. Шейдермен бірмен түсірдім әйтеуір. Осы міне көрдіңіздер ме, қыздың шашы. Короче, апайларым бәрі шулап жүр. Не екен білмеймін. Спортзалда қыз өлген деп бәрі айтады. Короче, сонда. Осы видеоға лайк қоямыз. Так, осында бүгін бізде не болады? Сенбесеңіз сенбеңіздер, бірақ біздің қасың апайлар да бәрі де көрді. Өз көзімен көрді. Телефондарын бәрін ашып көрсетті. Короче шыққан сенбесеңіздер, сенбеңіздер. Қызың түрі екінші видеомда бар. Бірақ оны қыздар байқамай жүр. Бұйырса тағы да түсіремде ой бар менде. Балдар. Жақсы. Осындай немен түсіріп көріңіздер. Болады, спортзалдарыңызда түсіріп көріңіздер. Ол үшін қатты айқай керек. Қатты айқай болмаса вообще болмайды. Ал кеттік. Давайте, балдар. Міне, шындығымды дәлелдей аламын. Жақсы, комментарий жазып жіберіңіздер.